Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін бешбармаққа қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырдың ерекшелігі укроп, яғни аскөк қосып илейміз. Аскөктің пайдасы өте көп. Мысалы, ұйқы бұзылғанда, дизентерияда жақсы көмектеседі, қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесі тыныштандыратын қабілеті бар. Достар, сіздер менімен бірге видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Осылайша бір жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, үстіне жылы суға тұзымызды араластырып құйып, және де осындай таза укробымызды алып, қатты сабақтарын бөлек алып тастап, сақтап турайтын боламыз. Достар, сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді мына туралған аскөгімізді жәнегі жұмыртқа мен тұзды суымыздың үстіне қосып, үстіне ұнымызды салып, қасықтың көмегімен бірінші араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Достар, сіздер қамырға аскөк қосып илеген болсаңыздар, өз ойларыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер. Мінекей қамырымыздың түрі өте әдемі. Енді бірнеше минутқа иін қандырып қоямыз. Иі қанған қамырымызды осылайша екі бөлікке бөліп аламыз. Мінекей өте әдемі көрінеді. Енді бір бөлігін осылайша ұнымызды сеуіп, жұқа қылып қамырымызды жаямыз. Қамырды біркелкі жұқа болып жайылғанын қаласаңыздар, онда осылайша оқтауға қамырды орап, екі жақ шетіне салмағымызды екі жақ шетке ғана түсіріп, осылайша кезек-кезекпен жан жағын осылай жайып шығатын боламыз. Сонда қамырларыңыз біркелкі жұқалықта болады. Мінекей қамырымыз да дайын болды, жайып болдық. Міне осындай жұқалықта болады. Ендігі кезекте осылай жаймамызды дайындап аламыз, кесіп. Міне осындай әдемі, осындай төртбұрыш қылып кесіп алып дайындап аламыз. Ендігі кезекте осы қамырларымызды салафанға орап, мұздатқышта сақтап қоямыз. Кез келген уақытта аяқ асты үйлеріңізге қонақ келген жағдайда ет тассаңыздар, сіздерде уже бешбармақтың қамыры дайын тұратын болады. Оны алдын ала ертерек шығарып қоясыздар да сорпаларыңызға пісіріп алып, өте дәмді, ерекше болады қамырларыңыз. Енді осылай салафанымызды алып, осы жаймамызды кезектеп осылай дізіп саламыз да, бетін салафанмен жауып, осылайша жауып, шетінен орап-орап қоямыз. Солайынша келесі тағы бір салафанды алып, осылай тағы да жаймаларымызды тізіп, шетінен орап, бәрін салып қоятын боламыз. Бәріміздің үйімізде осындай салафандар көп. Сол салафанның екі жақ шетін қайшымен қиып аламыз. Одан кейін салафанның ортасын ашып, осылайша жаймамызды дізіп шығып, бетін осылай салафанмен тағы да жауып, одан шетінен осылай орап-орап, тоңазытқышқа осылайша қойып қоямыз. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға өте қуаныштымын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.